Құрметті әріптестер, бүгінгі республикалық семинарды бастауыңызды рұқсат етіңіз. Уважаемые коллеги, разрешите начать сегодняшний республиканский семинар по выступлениям на курсах. Нашим модератором является Серик Султанбекович Уалиев. Сөздің кезегін біздің модераторға Серик Султанбекович Уалиевке беріледі. Рахмет, Галя Лутфулаевна. Бірінші бізде әріптесіміз Огысы Ахат Мадина Бағдат қызы, тақырыбы былай аталады: жасанды интеллект құралдарын ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Canva және тағы бір нелер ағылшын тілі сабақтарында тиімді пайдалану. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Нұркен Абдиров атындағы номер 10 мектеп. Құрметті семинар қатысушылары, әріптестер, қадірлі әдіскерлер, сіздерді осынау республикалық ғылыми тәжірибелік семинарда көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі баяндамамның тақырыбы жасанды интеллект құралдарын ағылшын тілі сабақтарында тиімді пайдалану. Мақсатым теорияны тізбелеу емес, өз тәжірибемде сынап көрген нақты практикалық тәсілдермен бөлісу. Екінші слайдында алдымен сандарға назар аударайық. Халықаралық зерттеулер бойынша бүгінде мұғалімнің 60% жұмысында жасанды интеллектті қолданады. Ал ағылшын тілі мұғалімінің 76% оны сабақ дайындауда пайдаланады. Тұрақты қолданатын мұғалім апта сайын орта есеппен 6 сағат уақытын үнемдейді. Бұл сандар бір нәрсені айқын көрсетеді. Жасанды интеллект болашақтың емес, дәл бүгінгі күннің құралы. Оның өзектілігі 3 нәрседе: оқытуды даралау мүмкіндік береді, сапалы ресурстарды кез келген мектепте қолжетімді етеді және мұғалімге нағыз көмекші бола алады. Үшінші слайд. Қазіргі мұғалімнің қолында әртүрлі құралдар бар. Соның көбін ChatGPT мәтінмен және тапсырманы құралды әмбебаптау болып саналады. Microsoft Copilot пен PowerPoint-қа кіріктірілген екеуі, және де Google Gemini-ді аламыз. Ол мәтінмен де, суретпен де жұмыс істейді. Canva-ға келетін болсақ, ол көрнекілікті флеш-картада жасауға таптырмайды. Magic School-ай, ол бізде арнайы біз мұғалімдер үшін жасалған. Ал Quiz-ай, яғни тестті ойынға айналдырады. Әрқайсының өз орны бар. Ең бастысы оларды мақсатқа сай пайдалана алу. Төртінші слайдымыз. Ең маңызды ой, жасанды интеллектті бір ғана кезеңде емес, сабақтың барлық сатысында қолдануға болады. Яғни warm-up-тан бастап лексика, грамматика, оқылым, айтылым, жазылым, бағалау және рефлексияға дейін. Әр кезеңде ол мұғалімге тапсырманы, мәтінді және идеяны ұсына алады. Яғни жиі сабақтың басынан аяғына дейін біздің көмекшіміз болады. Қасымызда әрқашан. Бесінші слайдымда, яғни бұны нақты мысалға келтірейін. Мысалға 7-ші сыныпқа traveling тақырыбы бойынша ChatGPT-дің нұсқаулық беретін болсам, оған мысалға CAFR, яғни A2 деңгейінде 10 сөздік, жұптық жұмыс, оқылым, айтылым, жазылым және бағалау рубрикасы бірнеше секундта дайындап бере алады материалды. Лексикалық тізім, диалог, мәтін, тапсырма және де рубрикаға. Мұнда бір қағиданы есте сақтау керек, яғни промпт қаншалықты нақты болса, нәтиже де соншалықты сапалы. Мұғалім оны тек тексеріп, өз сыныбына бейімдейді. Жасанды интеллекттің ең күшті тұсы бір тапсырманы бірнеше деңгейге беруі. А деңгейді жеңілдетілген және мол үлгі береді. Б деңгейі стандартты тапсырмада. С деңгейі күрделі мен шығармашылық жоба. Оның бәрін бір сұраумен алуға болады. Нәтижесін әр оқушы өзінің мүмкіндігіне сай жүктей алады. Бұл нағыз дараланған оқыту деп аламыз. Қараймыз. 7-ші слайдымызда жасанды интеллекті біз ең көп уақыт алатын жұмыстарымыздың жеңілдетеді. Яғни сабақ жоспары, жұмыс парағы, тест, рубрика, exit-tickets. Бұрын сабақты жоспарлағанда 45 минут уақытымыз кететін болса, енді ол 10 минутқа қысқарады. Апта сайын үнемделетін сол 6 сағатты біз ең мақсатымызға пайдалана аламыз. Яғни оқушымен тікелей қарым-қатынас жұмыс жасай аламыз сомен. Келесі слайдта 8-ші.
Яғни мұнда этика мәселесін айналып өтуге болмайды. 4 қағиданы ұстанамыз: ашықтық, түпнұсқалық, дербес деректерге қорғау және сын тұрғысынан ойлау. Бұл жерде жауапкершілік екі жақты. Оқушы жасанды интеллектті үйрену үшін адал қолданса, мұғалім нақты ережені орнатып, үлгі көрсетіп, оқушымен сауаттылыққа баулиды. 9-шы слайдымызда тәжірибемен түйген басты кеңесім: промптты нақты жазыңыз, нәтиже міндетті түрде тексеріңіз және тапсырманы деңгейлерге бөліп сұратыңыз. Өз промптың кітапханаңызды жинаңыз, оқушылар алдын ала баулыңыз және де ең басты үнемделген уақытты оқушымен қарым-қатынасқа жұмсаңыз. Яғни қорытындылай келетін болсақ, басты ойды тағы бір ретке айтқым келетіні: жасанды интеллект мұғалімді ешқашан алмастырмайды. Ол мұғалімнің шығармашылығын, кәсіби шеберлігін және оқыту сапасын арттыратын тиімді көмекші құрал болып саналады. Оны дұрыс, этикалық және мақсатты қолдансақ, ол бізге уақытты да, мүмкіндікті де сыйлайды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет үлкен Мадина Бағдатқызы. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болады ма? Жақсы, онда келесі. Да, айта беріңіз, кімде сұрақ бар? Келесі бізде осы өзінің баяндамасымен айтатын, ол Зинатуллина Асель Адиловна PISA форматында тапсырмалар арқылы математикалық сауаттылықты қалыптастыру. Бүгісі Нұркен Абдиров атындағы жалпы білім беретін номер 10-шы мектебі, Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы. Құрметті әріптестер, семинарға қатысушылар, баяндаманың тақырыбы PISA форматындағы тапсырмалар арқылы оқушылардың сауаттылығын қалыптастыру. Бүгін мен сіздермен теорияны ғана емес, күнделікті сабақта бірден қолдануға болатын нақты тәсілдер мен мысалдарды бөліскім келеді. Әсіресе негізгі мектеп 7-8-9 сыныптағы оқушылардың назар аударамыз. Өйткені PISA дәл осы жастағы балалардың сауаттылығын өлшейді. Келесіге ауысасы, математикалық сауаттылықта ең алдымен түсінікті келісіп алайық. Математикалық сауаттылық дегеніміздің өзіне бұл формуланы немесе ережені жаттап алу емес, бұл математиканың нақты өмірдегі көбіне таныс емес жағдаяттарда қолдана білу қабілеті. Дәлірек айтсақ, оқушы 3 нәрсені істей алуы керек: өмірлік жағдаятты математика тіліне аудару, тиісті амалды орындау, содан кейін нәтижені өмір тұрғысынан түсіндіру. Мұнда PISA туралы бірер сөз айтатын болсам, PISA экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы өткізетін халықаралық зерттеу. Ол 15 жастағы, яғни негізгі мектепті бітіретін оқушылардың сауаттылығын бағалайды. Қазақстан бұл зерттеуде 2009 жылдан бері қатысатын. Нәтижелер бізге бір шындықты айтып тұр: балаларымыз есептеуді жақсы біледі, бірақ сол білімді өмірлік жағдайда қолдануға қиналады. Дәл осы олқылықты жабу бүгінгі әңгіменің мақсаты болып тұр. Айырмашылықты нақты көрсететін дәстүрлі есеп былай есептеледі: 25% ондық бөлшекке айналдыр. Мұнда сандар дайын, жол біреу, контекст жоқ. Оқушы тек амалды орындайды. Ал PISA форматта тапсырма басқаша қойылады. Екі дүкенде бірдей зат сатылады, біреуінде 25% жеңілдік, екіншісінде басқа акция бар. Қайсысы тиімдірек дейді. Байқаңыз, мұнда оқушы алдымен жағдаятты өзі математикаға айналдыру керек. Түйіннен бір сөйлеммен айтсақ, дәстүрлі есептей аласың ба деп сұрайды. Ал PISA тапсырмасы шеше аласың ба деп сұрайды. Айырмашылық сұрақтың осында болады. Келесі. Кез келген PISA тапсырмасы 3 кезеңнен тұратын толық циклмен шешіледі. Бірінші кезең тұжырымдау, оқушы өмірлік жағдаятты математика тіліне аударады, белгісіздерді енгізеді, модель құрады. Екінші кезең қолдану, яғни құрған моделімен есептейді, теңдеу шешеді, график салады. Үшінші кезең түсіндіру, алынған нәтижені өмірге қайта салып, дұрыстығын бағалайды. Мен бір нәрсеге ерекше назар аударғым келеді. Осы тұста біз мектепте көбіне тек ортаңғы кезеңге есептеуге уақыт бөлеміз. Ал шынайы сауаттылық бірінші және үшінші кезеңге қалыптасады. Мұғалім модель құру мен нәтижені түсіндіруге саналы түрде уақыт беруі керек. Бұл маңызды ой. Бесінші, тапсырмалардың мазмұны мен контекстіне тоқтайтын болсақ. PISA тапсырмалары 2 өлшеммен сипатталады. Біріншісі мазмұны 4 бағыт бар, яғни сан, өзгеріс пен тәуелділік, кеңістік пен пішін, белгісіздік пен деректер болып тұрады. Екіншісі контекст, тағы 4 түрі бар: жеке, кәсіби, қоғамдық және ғылыми болады.
Тапсырма құрастырғанда осы екеуін айқастырсақ, оқушыға таныс әрі мағыналы есеп шығады. Мысалы, сан мазмұнын жеке контекстпен қоссақ, ақшаны есептеу туралы өмірлік есеп аламыз. Оны қазір нақты көрсетеміз. Мінекей, енді бірінші мысалға кеп тоқталайық. Ұялы байланыс тарифі жайлы алдым. Бірінші мысалда Асхат екі тарифтің бірін таңдамақ болады. А тарифі айына 2000 теңге болады. Оған қоса әр минут 5 теңгеден тұрады. Б тарифі бар, айына 3,5 теңге, минуттар тегін. Асхат айына оған қоса айына шамамен Б тарифында айына 3,5 теңге болады да, минуттар тегін болады. Асхат айына шамамен 250 минут сөйлеседі екен. Сұрақ, қай тариф онда тиімдірек болады? Циклмен шешетін болсақ, тұжырымдау кезінде модель құрамыз. А тарифі 2000 плюс 5 рет X, мұндағы X минут саны. Б тарифі тұрақты 3,5 қолдану кезеңінде X 250 теңге болғанда есептейміз. 2000 плюс 5 рет 250, барлығы 3250 теңге. Бұл 3,5-нан аз. Демек, А тиімді болып тұр. Әрі қарай екі тарифта теңестірсек, X 300 теңге болады. Түсіндіру кезеңі, яғни 250 минутта А тиімді болады да, ал айына 300 минуттан асып сөйлесетін болса адам, Б тарифі тиімдірек болатын зерттейді. Байқаңыздар, жауап бір сан емес, шешім жағдайға байланысты болып келеді бұл жағдайда. Енді келесі слайдта басқа мысал диаграмманы оқу және болжау деп алдым. Екінші мысал директормен жұмыс болады, яғни экранда дүкендегі бір апталық балмұздақ сатылымы. Дүйсенбіде 40, сейсенбіде 55, сәрсенбіде 50, бейсенбіде 65, жұмада 90 дана 3 сұрақ қоямыз. Біріншісі, қай күні сатылым ең көп болды? Оқушы диаграммадан оқиды, жұма 90 дана болды. Екіншісі, орта есеппен күніне неше дана сатылды? Қосып 5-ке бөлеміз, яғни 60 дана шығады. Үшіншісі, ең қызығы, сенбіде сатылым қандай болады деп болжайсың? Осы үшінші сұрақтың бірегей дұрыс жауабы жоқ. Оқушы директегі өсу үрдісін көріп, демалыс күнін ескертіп 90-нан жоғары деп болжай алады. Бізге маңыздысы санның өзі емес, оқушының болжамды деректерге сүйеніп негіздеуі болады. Дәл осы пизаның ең құнды ерекшелігі, біз баланың пайымын, ойлау жолын бағалаймыз осы жерде. Енді келесі мысалым, сабақты қалай енгіземіз бұл дүниелерді сабақта. Енді ең практикалық бөлім, мұны сабаққа қалай енгіземіз. 4 қарапайым тәсіл ұсынамын. Біріншіден, контексттен бастаңыз. Кез келген құрғақ есепті өмірлік жағдаятпен ораңыз. Баға, уақыт, қашықтық қосыңыз. Екіншіден, тапсырмаға артық немесе жетіспейтін дерек енгізіңіз. Керекті мәліметті бала өзі тапсын сол жерден. Үшіншіден, ашық сұрақ қойыңыз. Қанша болады? Оның орнына қайсысы тиімді немесе неге деген сұрақ қойыңыздар. Төртіншіден, тек жауапты емес, оқушының пайымын шешу жолын бағалаңыз. Мұнда бір ескертетін жағдай, барлық сабағыңызды түбегейлі өзгертудің қажеті жоқ. Аптасына 1 немесе 2 осындай тапсырманың өзі уақыт өте келе тұрақты нәтиже береді. Басты нәрсе жүйелілік, үнемі қолдану. Қорытындылай келе, бірнеше түйінді ойды айтып өтейін. Пиза форматы бөлек пән емес. Кез келген тақырып оқытудың тәсілі. Оқушыны тек есептеуге емес, модель құру мен нәтижені түсіндіруге үйрету керек. Контекст, ашық сұрақ және пайымды бағалау сауаттылықтың 3 түрегі. Ал аптасына 1-2 тапсырмада тұрақты нәтиже береді. Сөзімді бір оймен аяқтағым келеді. Оқушы математиканы білу үшін емес, өмірде қолдану үшін үйренеді. Біздің ниетіміз оны тек есептеуші емес, шешім қабылдай алатын, ойлайтын адам етіп тәрбиелеу. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қуана жауап беремін. Әсел Адиловна, рахмет сізге. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болады ма Әсел Адиловнаға? Сұрақтарыңыз болмаса, мен онда келесі әріптесімізге сөз берейін. Келесі сөз бізде беріледі. Бисмилгенова Құддус Жұмабайқызы, логопедиялық жұмыста цифрлық құралдар мен интерактивті ойындар қолдану, номер 24-ші ЖБМ Қарағанды қаласы деп аталады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, семинарға қатысушылар, менің бүгінгі баяндамамның тақырыбы логопедиялық жұмыста цифрлық құралдар мен интерактивті ойындарды қолдану.
Мен 24-ші жалпы білім беретін мектептің мұғалім логопедімін. Мен өз тәжірибемен бөлісіп, заманауи технологияларды түзету жұмысында қалай тиімді әрі орынды пайдалануға болатынын айтып беремін. Баяндамамның мақсаты сөйлеу тілі бұзылған балалармен жүргізілетін түзету жұмысында цифрлық құралдар мен интерактивті ойындарды тиімді қолданудың жолдарын көрсету. Осы мақсатқа жету үшін мынадай міндеттерді белгіледім. Біріншіден, цифрлық құралдардың артықшылықтарын айқындау. Екіншіден, оларды логопедиялық жұмыстың әр кезеңінде қолдану жолдарын ұсыну. Үшіншіден, қазақ тіліне тән дыбыстарды қоюға арналған нақты мысалдар беру. Және төртіншіден, әдістемелік талаптарды нақтылау. Ең алдымен бұл тақырыптың неге өзекті екеніне тоқталайын. Бүгінгі балалар цифрлық ортада өсіп келеді. Планшет, смартфон, интерактивті тақта олардың күнделікті өмірінің бір бөлігіне айналды. Балаға таныс әрі қызықты құралды түзету жұмысының мақсатына бағыттай алсақ, сабақтың тиімділігі айтарлықтай артады. Өйткені сөйлеу тілін түзету ұзақ, көп қайталауды талап ететін үдеріс. Ал ойын сол қайталауды жалықтырмай қызықты етеді. Ең бастысы, қазақ тілінде білім беретін сыныптарда ана тілімізге тән дыбыстарды дұрыс қалыптастыру бүгінгі күннің аса маңызды міндеті. Тәжірибем цифрлық құралдардың бірнеше нақты пайдасын көрсетті. Біріншіден, олар баланың ынтасын арттырады. Экрандағы кейіпкер жедел кері байланыспен марапат баланы жігерлендіреді. Екіншіден, көрнекілік есту мен көру бірге жұмыс істеп, материал жадта жақсы сақталады. Үшіншіден, бір дыбысты жалықпай ондаған рет пысықтауға мүмкіндік береді. Төртіншіден, тапсырманы әр баланың деңгейіне қарай даралауға болады. Бесіншіден, нәтиже автоматты түрде тіркеліп, баланың даму динамикасын бақылау жеңілдейді. Енді осы құралдарды жұмыстың әр кезеңінде қалай қолданатыныма тоқталайын. Дайындық кезеңінде артикуляциялық гимнастиканы анимациялық үлгілер арқылы көрсетемін. Бала экрандағы кейіпкердің қимылын қызыға қайталайды. Дыбысты қою кезеңінде ауа ағынын дамытатын ойындарды, мысалы экрандағы шамды үрлеп сөндіруді және дыбыс толқынын экраннан көру бағдарламаларын пайдаланамын. Автоматтандыру кезеңі интерактивті ойын ең тиімді болатын тұс. Бала дыбысты буындап, ойын арқылы қайталайды, дұрыс айтқан сайын марапатталады, ал сөздік қор мен байланыстырып сөйлеуді тақырыптық ойындар мен сурет бойынша әңгімелеу арқылы дамытамын. Ерекше тоқталғым келетін тұс қазақ тіліне тән дыбыстармен жұмыс. Орыс тіліндегі дайын бағдарламаларда ә, ү, о, ү, қ, ғ, ң, дыбыстары қамтылмайды. Сондықтан оларды бекітуге материалды өзім дайындаймын. Мысалы, ң дыбысын автоматтандыру үшін аң, таң, маңдай, қоңырау сөздерін, қ дыбысы үшін қар, қасық, қасқыр сөздерін қолданамын. Фонематикалық естуді дамытуда балаға ұқсас дыбыстарды ажыратуды үйретемін. К, қ, көл, қол, ғ, қ, баға, бақа, о, ү, тор, төр, о, ү, үн. Жаңылпаштар да таптырмас көмекші. Қасқыр, қырда, қоян қуды сияқты жаңылпаштар дыбысты ойнатып, көңілді бекітуге өте ыңғайлы. Өз жұмысымды Мерсиба, игры для тигры сияқты бағдарламалармен қатар отандық ресурстарды да пайдаланамын. Білім ленд, ай мектеп, мектепке дейінгілерге арналған білім кидс және қазақ тілінің дыбыстарын үйрететін сөйле.kz. Тіпті қарапайым PowerPoint-тың өзінде керекті дыбысқа арналған дидактикалық ойын жасауға болады. Дегенмен, бір нәрсені есте шығармаған жөн. Технология мақсат емес, ол құрал. Логопедтің тірі қарым-қатынасын алмастырмайды. Экранмен жұмыс мектеп жасына дейінгі балалар үшін 7-10 минуттан аспауы тиіс. Ойын нақты мақсатқа әр баланың жасына сай болу шарт, ал логопед әр тапсырманы сөзбен сүйемелдеп отыру керек.
Қорытындылай келе айтарым, цифрлық құралдар дәстүрлі әдістерді алмастырмайды, оларды толықтырып байытады. Дұрыс әлі мөлшермен қолданылса, олар баланың ынтасында, сабақтың тиімділігінде арттырады. Ал қазақ тіліне тән дыбыстарды бекітуде ұлттық материал мен отандық ресурстардың орны ерекше. Есте сақтайтын басты нәрсе, түзету үдерісін басқаратын басты тұлға логопед, ал техника тек сенімді көмекші. Технология мақсат емес, тиімді құрал. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Рахмет, Құндыз Жұмабайқызы. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса айта беріңіздер. Ал енді бізде 4-ші әріптесіміз Саменова Мейрамгүл Қайсаровна. Бүгінгі тақырыбы былай: формирование критического мышления у младших школьников как главного элемента модели 4К. Средняя школа имени Мухтара Аозова по городу Павлодар. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моего выступления – формирование у младших школьников критического мышления как главного элемента модели 4К. Следующий слайд. Современная система образования направлена не только на передачу знаний, но и на развитие личности, способной самостоятельно мыслить, принимать решения и успешно взаимодействовать с окружающими. Государственный общеобразовательный стандарт образования Республики Казахстан ориентирует педагогов на формирование функциональной грамотности, ключевых компетенций 21 века и развитие универсальных учебных действий. Одной из наиболее востребованных моделей современного образования является концепция 4К, включающая 4 ключевые компетенции: критическое мышление, креативность, коммуникацию и кооперацию. Среди перечисленных компонентов именно критическое мышление становится основой успешного обучения, поскольку помогает ребенку анализировать информацию, делать выводы, аргументированно выражать собственное мнение и находить различные способы решения поставленных задач. Работа с учащимися в начальных классах можно наблюдать, что дети обладают высокой познавательной активностью, однако зачастую затрудняются самостоятельно анализировать информацию, сравнивать факты, устанавливать причинно-следственные связи и аргументировать собственную позицию. Поэтому формирование критического мышления необходимо начинать уже с первых лет обучения. Актуальность опыта. Практика показывает, что традиционные методы обучения не всегда позволяют развивать самостоятельность мышления младших школьников. Дети нередко ориентируются на готовый ответ учителя вместо поиска собственного решения. Использование технологий развития критического мышления позволяет изменить характер учебной деятельности. Ученик становится активным участником образовательного процесса, а учитель выполняет роль организатора и наставника. Формирование критического мышления способствует развитию всех основных компетенций модели 4К. Анализируя информацию, ребенок учится выдвигать собственные идеи, работать в группе, вести диалог, аргументировать мнение и уважать точку зрения других. Следующий слайд. Следующий слайд. Минутку. Пожалуйста. Цель педагогического опыта – создание условий для формирования критического мышления младших школьников посредством использования современных образовательных технологий на уроке и во внеурочной деятельности. Задачи – это развивать умение анализировать и сравнивать информацию, формировать навыки постановки вопросов, развивать логическое мышление, учить аргументированно выражать собственную точку зрения, воспитывать уважительное отношение к мнению окружающих, создавать условия для сотрудничества и совместного поиска решения. Следующий слайд. Практический опыт работы. Следующий слайд.
Ага. В своей педагогической деятельности особое внимание уделяю организации урока таким образом, чтобы каждый ученик становился активным участником познавательной деятельности. Наиболее эффективными считаю приемы, технологии развития критического мышления, которые успешно интегрируются практически во все учебные предметы. Так. Работа строится по 3 этапам. Это первый этап – вызов. На данном этапе активизируются имеющиеся знания учащихся, формируется интерес к новой теме, дети выдвигают предположения. Используя такие приемы, как мозговой штурм, корзина идей, верите ли вы, прогнозирование по иллюстрации, составление кластера. Например, перед изучением темы по литературному чтению ученики рассматривают иллюстрацию произведения и предполагают развитие событий. После чтения сравнивают свои предположения с авторским текстом. Второй этап урока – это осмысление. На данном этапе урока учащиеся самостоятельно работают с новой информацией, используя мной приемы – это маркировка текста, таблица «Знаю», «Узнал», «Хочу узнать», поиск доказательств, работа в парах, работа групповое обсуждение, решение проблемных ситуаций. На уроке математики предлагаются детям задачи с несколькими вариантами решения. После выполнения дети объясняют выбранный способ и сравнивают его с решением одноклассников. На уроке познания мира используются исследовательские задания, требующие наблюдения, сравнения и формирования выводов. Третий этап урока – это рефлексия. Заключительный этап позволяет ученикам оценить собственную деятельность и сделать выводы. Применяются такие приемы, как Синквейн, интеллект-карта, толстые и тонкие вопросы, рефлексивная лестница, незаконченное предложение. Например, сегодня я узнал, меня удивило, теперь я могу узнать, было трудно, мне удалось. Примеры из практики. Использование модели 4К на уроках – это развитие критического мышления невозможно рассматривать отдельно от отдельных компетенций. Критическое мышление – это анализ информации, сравнение фактов, аргументация, доказательства своей позиции. Креативность – поиск нескольких способов решения, создание проектов, творческие задания, моделирование ситуации. Коммуникация, дискуссия, защита мнений, работа с вопросами, публичные выступления. Кооперация – это работа в парах, групповые исследования, распределение ролей, совместное применение решений. Следующий слайд. Следующий слайд. Так, результативность опыта. Системное использование технологий развития критического мышления позволяет наблюдать положительную динамику. Учащиеся активнее участвуют в обсуждениях, свободнее высказывают собственное мнение, умеют задавать вопросы, аргументируют ответы, самостоятельно делают выводы, проявляют инициативу при выполнении творческих заданий, успешнее работают в группе, повышается учебная мотивация. Практика показывает, что дети становятся более самостоятельными, уверенными и заинтересованными в процессе обучения. Можно сделать вывод, что формирование критического мышления является одним из важнейших направлений современного образования. Именно способность анализировать информацию, оценивать различные точки зрения, делать выводы и применять собственные решения помогает младшему школьнику успешно адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Опыт работы показывает, что регулярное использование технологий развития критического мышления значительно повышает качество обучения, способствует развитию самостоятельности учащихся и формирует навыки 21 века. Критическое мышление становится фундаментом моделей 4К, объединяя креативность, коммуникацию и сотрудничество в единую систему
коммуникаций, необходимых каждому современному школьнику. Спасибо за внимание. Құрметті әріптестер, келесі бізге сөз беріледі Көрмесіне Масимова көрінген. Гүлмира Нуриевна. Тақырып мынандай: Қазақстандағы қоршаған ортаның өзекті мәселелері. Гүлмира Нуриевна бізде Саттаров атындағы орта мектебі, Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы, Қайрат ауылы. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Мен Масимова Гүлмира Нуриевна, Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы, Исмаил Саттаров атындағы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің география пәні мұғалімі. Сіздердің назарларыңызға 9 сынып білім алушыларына арналған Қазақстандағы қоршаған ортаның өзекті мәселелері атты авторлық элективті курс бағдарламасын ұсынамын. Келесі слайд. Қазіргі таңда экологиялық мәселелер әлем бойынша ең өзекті проблемалардың біріне айналып отыр. Табиғи ресурстардың азаюы, ауа мен судың ластануы, топырақтың тозуы, биоалуантүрліліктің кемуі бұл тек жаһандық мәселе ғана емес, Қазақстан үшін де аса маңызды жағдай. Осындай өзекті мәселелерді ескере отырып, оқушылардың экологиялық сауаттылығын арттыру мақсатында осы бағдарламаны құрастырдым. Бағдарламаның негізгі мақсаты білім алушыларға еліміздегі экологиялық проблемаларды жан-жақты түсіндіру арқылы табиғатты қорғау құндылықтарын қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу. Сонымен қатар оқушыларды экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған практикалық іс-әрекеттерге тарту көзделеді. Бағдарламаның міндеттеріне тоқталатын болсам, курс барысында оқушылар Қазақстандағы негізгі экологиялық мәселелермен танысады және олардың туындау себептерін талдайды. Атап айтқанда, атмосфераның ластануы, су ресурстарының азаюы, топырақтың тозуы, шөлейттену, қалдықтарды басқару, биоалуантүрліліктің азаюы сияқты мәселелер қарастырылады. Сонымен бірге, табиғи қорларды тиімді пайдалану, қоршаған ортаны қорғау жолдары, экологиялық заңнама және тұрақты даму қағидаттары түсіндіріледі. Бұл бағдарламаның тағы бір маңызды ерекшелігі оқушылардың зерттеу және талдау дағдыларын дамытуға бағытталуы. Білім алушылар жергілікті экологиялық жағдайды бақылап, деректер жинап, экологиялық мониторинг жүргізуді үйренеді. Сондай-ақ өз жобаларын дайындап, оны көпшілік алдына қорғау тәжірибесін меңгереді. Бағдарламада оқытудың заманауи әрі тиімді әдістері қолданылады. Олар проблемалық оқыту, кейстік тапсырмалар, зерттеу және жобалық жұмыстар, пікірталас, дебат, топтық талқылау, интерактивті сабақтар және далалық экскурсиялар. Мұндай әдістер оқушылардың қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың сыни ойлау қабілетін, шығармашылық белсенділігін және экологиялық жауапкершілігін қалыптастырады. 3-ші слайд. Келесі. Бағдарламаның ғылыми және практикалық маңызы зор. Себебі курс барысында нақты экологиялық аймақтар мысал ретінде қарастырылады. Мысалы, Арал теңізінің тартылуы, Семей ядролық полигонының зардаптары, Балқаш көлінің мәселелері және ірі қалалардағы ауа ластануы секілді еліміздегі өзекті экологиялық проблемалар талданады. Бұл оқушылардың теориялық білімін өмірмен байланыстырып, мәселені терең түсінуге мүмкіндік береді. Бағдарламаның жаңашылдығына келетін болсам, мұнда жобалық оқыту мен зерттеу жұмыстарына ерекше басымдық берілген. Сонымен қатар жасыл технологиялар, қалдықтарды қайта өңдеу, экологиялық мониторинг жүргізу тәсілдері және жергілікті табиғи нысандарды зерттеу жұмыстары оқу бағдарламасына енгізілген. География, биология, химия және құқық пәндерімен пәнаралық байланыста тиімді қарастырылған. Күтілетін нәтижелері бойынша курс соңында оқушылар Қазақстандағы экологиялық мәселелерді терең меңгереді, жергілікті және жаһандық экологиялық проблемаларды салыстырып талдай алады, зерттеу және жобалық жұмыстарды орындап, өз жұмыстарын еркін қорғай алады, табиғатты қорғауға жауапкершілікпен қарап, экологиялық мәдениеті қалыптасады. Сондай-ақ жасыл технологиялардың маңызын түсініп, оны күнделікті өмірде қолдануға ұмтылады. Келесі. Мұнда 4-ақ слайд қана? 4-ақ слайд жасадым, иә. Қорытындылай келе, Қазақстандағы қоршаған ортаның өзекті мәселелері атты авторлық бағдарлама білім алушылардың экологиялық білімін тереңдетіп қана қоймай, олардың табиғатқа деген жанашырлығын, азаматтық жауапкершілігін және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бұл бағдарлама болашақта экологиялық сауатты табиғатты қорғай білетін саналы ұрпақ тәрбиелеуге өз үлесін қосады деп сенемін. Назарларыңызға рахмет. Мен 2 мен 3-ті біріктіріп бір слайд жасап жібердімші, ең соңында. Негізі 6 слайд болатын.
Гүлмира Назарларыңызға рахмет. Ильина, рахмет сізге үлкен. Ал құрметті әріптестер, сіздерде сұрақ бар ма? Жоқ, иә? Жоқ. Түсінікті. Онда келесі сөзді біз, мен жаңа сол қателесіп кеттім, ойлаймын екі адам бірге қосылып не отырмыз. Жоқ, онда Бұрханова Мейрамгүл Айтбаевна қазір жасанды интеллект құралдары арқылы оқушылардың биология деген танымдық қызығушылығын арттыру. Жаңа айтып кеттім, бұл кісі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы номер 10-шы Нұркен Абдиров атындағы жалпы мектеп. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Нұркен Абдиров атындағы 10-шы мектептің биология пәнінің мұғалімі Бұрханова Мейрамгүл Айтбайқызы. Бүгін біз биология пәнін оқытудағы ең өзекті тақырыптардың бірі жасанды интеллект құралдары арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру мәселесін талқылаймыз. Екінші слайдты ашыңыз. Неліктен бұл тақырып маңызды? Себебі қазіргі оқушылар экранмен өскен цифрлық ұрпақ. Оларды дәстүрлі тақтамен ядағы жасуша, ДНК, немесе зат алмасу сияқты процестер көзге көрінбейтін болғандықтан, оларды тек ауызша түсіндіру пассивті оқуға әкеледі. Келесі, біздің зерттеуіміздің мақсаты жасанды интеллект құралдарын жүйелі қолдану арқылы оқушының зерттеушілік белсенділігін арттыру. Біздің міндетіміз абстрактілі процестерді көрнекілендіру, әр оқушыға бейімделген жеке оқу траекториясын құру. Келесі, танымдық қызығушылық 3 кезеңнен өтеді. Біріншісі, жасанды интеллектінің 3D моделі арқылы таңдану, екінші виртуалды тәжірибе арқылы іздену, және соңында жеке жобалар арқылы қалыптасатын тұрақты қызығушылық. Келесі, біз жұмысымызда бірнеше бағыттағы жасанды интеллектіні қолданамыз. Түсіндіру үшін ChatGPT, тәжірибе үшін Lavster мен FET, анатомияны зерттеу үшін Bio-Digital Human, және табиғатты тану үшін iNaturalist платформаларын қолданамыз. Келесі, виртуалды зертханалар мектепте жоқ қымбат жабдықтар мен реагенттерді экранда қолжетімдетеді. Мұнда оқушы тек тыңдаушы емес, жасаушы. Ол қате жіберуден қорықпайды, өйткені тәжірибені шығынсыз қайталай алады. Келесі слайд. Генеративті жасанды интеллектіні біз сократтық әдіс бойынша қолданамыз. Жасанды интеллект дайын жауап бермей, бағыттаушы сұрақтар қояды. Мысалы, фотосинтезді қарапайым тілмен түсіндіру, сұрау арқылы оқушы күрделі ұғымды тез меңгереді. Бұл оқушыға өсімдіктер демалады немесе қоректенеді деп дайын анықтаманы айта салу емес, сұрақтар арқылы оның өзін осы қорытындыға әкелу болып табылады. Келесін етіңіз. iNaturalist арқылы оқушылар нағыз далалық зерттеуге айналады. Бұл биологиялық әдісті іске асыратын ең танымал цифрлық платформалардың бірі. Бұл негізінен биологиялық әртүрлілікті мониторингтау, түрлердің таралу аймағын картаға түсіру және далалық зерттеулер жүргізу үшін кеңінен қолданылады. Ал енді өсімдікті суретке түсіру арқылы жасанды интеллект оның түрін бірден анықтайды. Ал Bio-Digital Human адам ағзасын 360 градусқа айналдырып көруге мүмкіндік беріп, анатомияны қолмен ұстағандай нақты етеді. Одан оқушылардың қызығушылығы сабақ барысында арта түседі. Жасанды интеллект қолданудың тиімділігі айқын. Оқушылар сабаққа өз еркімен қатысады. Олардың сұрақтары көбейіп, пәнге деген қызығушылықтар сабақтан тыс уақытта жалғасады. Ең бастысы дербес зерттеу жобаларының саны артады. Яғни жасанды интеллект бұл биологияда білімді жинақтаушы жүйеден болжау жасаушы және жобалаушы құзыреттілікке өтуді қамтамасыз етеді. Келесі слайдты. Түйіндей келе, жасанды интеллект бұл мұғалімнің орынбасары емес, оның мүмкіндігін арттыратын күшті құрал болып табылады. Бұл мұғалімді алмастыру емес, оның уақытын үнемдейтін және педагогикалық шеберлігін арттыратын сандық көрсеткіш.
Оқушымен эмоционалды байланыс орнатуға, оны тәрбиелеуге, уақыт бөлуге мүмкіндік береді. Біздің басты мақсатымыз, міндетіміз оқушыны дайын жауапты алуға емес, дұрыс сұрақ қоюға үйрету болып табылады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Рахмет үлкен Мейрамгүл Айтбайқызы. Так, сұрақтарыңыз болады ма, әріптестер? Жоқ, онда сұрақтар болмаса, онда біз қазір келесі әріптесімізге сөз берейік. Бұл кісі бізде Қоспаева Дания Қайыпбековна, қазақ тілі пәнінен тілдік бірліктерді сандық белгілер мен таңбаларды арқылы оқыту авторлық бағдарламасы. Бұл кісінің Дания Қайыпбековна бізде Алматы облысының білім басқармасы Қонаев қаласы білім бөлімінің орта мектеп гимназиясының мұғалімі. Қош көрдік, құрметті әріптестер. Сіздермен бүгін жүздесіп жатқаныма қуаныштымын. Енді бүгін ғана протез киіп кішкене сөйлей алмай жатырмын. Сөзім түсініксіз болса қайта сұрарсыздар. Мен Алматы облысы Қонаев қаласы орта мектеп гимназиясының қазақ тілі мәдениет пәні мұғалімімін. Бастар болсам, бағдарламам жайлы. Заманауи білім беру жүйесінің басты талабы оқушыға деген білімді беріп қана қоймай, оның логикалық, аналитикалық ойлау қабілетін және функционалдық сауаттылығын дамыту. Бүгін сіздердің назарларыңызға 6 сынып оқушыларына арналған қазақ тілі пәнінен тілдік бірліктерді сандық белгілер мен таңбалар арқылы оқыту атты авторлық бағдарламамды ұсынғалы отырмын. Бағдарламамның өзектілігі мен нормативтік негізі мемлекеттік талаптар, яғни білімді ұлт сапалы білім беру, ұлттық жобасы, біртұтас тәрбие бағдарламасы, цифрлы Қазақстан жобаларын негізге алу. Бағдарламаның негізгі идеясы мен ғылыми жаңалығы профессор Нұрша Алжанбайқызы Оразақованың сатылай кешенді оқыту технологиясына сүйене отырып, қазақ тілінің грамматикалық заңдылықтарын математика, информатика және логика пәндерімен кіріктіре оқытуда. Яғни, арқай жылыста берсеңіз болады. Яғни, фонетикалық, морфологиялық және синтекстік бірліктерді цифрлармен, сызбалармен және шартты таңбалармен, модельдермен талдату. Серік Сұлтанбекұлы, арғай слайдта жылыста берсеңіз болады. Бұл тәсіл абстрактілі ережелерді оқушы санасында нақты, жүйелі модельге айналдырып, материалды тез әрі терең меңгеруге мүмкіндік береді. Оқу үдерісінде ұйымдастыруда халықаралық танымал ППП үлгісінің ұлттық баламасы, яғни ТТХ танысу, тәжірибе, қолдану әдісін басты басшылыққа алдым. Танысу кезеңінде оқушылар грамматикалық категорияны сандық таңба арқылы таниды. Тәжірибе кезеңінде теорияны ауызша және жазбаша сатылай кешенді талдаулар арқылы бекітеді. Қолдану кезеңінде білімді өмірлік жағдаяттарда, мәтін құрауда және функционалдық тапсырмаларда пайдаланады. Енді негізгі авторлық бағдарламаның ерекшелігіне тоқталатын болсам, мұнда фонетика мен сөз сазындық 8 сағат, морфология сосын қорытынды бөлімге келеміз. Негізгі жаңалығым авторлық жұмысымдағы, яғни сөз жасамды, морфологияны талдауды жеңілдетуде және қызықтыруда қолданылатын сандық белгілер мен таңбалар. Демек, сөз таптарын ретімен өз 9 сөз табы болса, әрқайсысын цифрмен белгілеу арқылы есте сақтату, жалғаулардың да реті көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғауларында ретпен цифрлармен таңбалау, тәуелдік жалғаудың бірінші жақ болса, бірінші жақтың екіншісі, екінші жақтың екіншісі деп цифрлармен таңдау, септіктерді ретімен талдап алуда, белгілеп алып, соны есте сақтау. Енді мына бір ерекшелік, арғай жылжысаңыз, келесі слайдқа жылжысыңызшы. Жақсы. Осы слайдта. Келесі. Мен қазір осы жөнді айтып кеттім, яғни, міне осы жерге тоқталсақ. Мысалы, білгіштерімізбен сөз құрамына сандық белгілер мен таңбалар арқылы талдау болса, мына жерде білгіштеріміздің дегенде біл түбірі, демек, зат есім, сөздің түбірі біл сөз етістік, яғни ол 5 санымен белгіленеді, яғни 5-ші туған етістік. Бүк жұрнақ арқылы жасалған сөз таптарынан 2
яғни ол сын есімге айналды. 2 деген белгімен тұр. Тер жалғаулар қатарында бірінші тұрған заттанған сын есімге жалғанған көптік жалғауы, яғни 2-ның бірі. Іміз жалғаулары қатарында 2 тұрған заттанған сын есімге жалғанған, яғни бірінші жақтың тәуелдік жалғауы. Бен жалғаулар қатарында 3-ші тұрған заттанған сын есімге жалғанған көмектес септігінің жалғауы, яғни 3-те 7 деп белгіленіп тұр. Мына жердегі мына жұмбақ сияқты көрінеді, бірақ балалар осы цифрлар арқылы сөз таптарын, жұрнақ жалғаудың түрлерін естеріне сақтай отырып, осылай сандық белгілермен, таңбалармен белгілей отырып, әрі логикалық ойлау қабілеттері дамиды, әрі есте сақтау қабілеттері дамиды. Бұл бағдарламаның тағы бір ерекшелігі академиялық білім мен тәрбиенің ұштасуында. Сабақтардағы лексикалық материалдар негізінен еңбек, отансүйгіштік, адамгершілік тематикасындағы мақал мәтелдер мен нақыл сөздерден құралған. Өзі мына сатылай кешенді технологиясында автор әр сыныпқа мына қазіргі біз айтып жүрген құндылықтарды бірінші сыныпқа ата-ана, екінші сыныпқа білім деп бөліп бергенде, әр сыныпта құндылықтарды, соның ішінде 6 сыныпқа еңбек құндылығы бөлінген. Сонда тақырыптардың бәрі лексикалық тақырыптар, мақал мәтел болсын, шешендік сөз болсын, еңбек тақырыбына арналып берілген. Сондықтан курс соңында оқушылар алған білімдерін сарапқа сала отырып, еңбек адамы тақырыбында өздерінің қорытынды шығармашылық жобаларын қорғайды. Қорытындылай келе, ұсынылып отырған бағдарлама оқушылардың тілдік сауаттылығын артырып қана қоймай, цифрлы Қазақстан дәуірінде қазақ тілінің ғылыми логикалық әлеуетін тануға зор мүмкіндік алады дегім келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарлама бойынша сұрақтарыңыз болса, жауап беруге әзірмін. Дания Қайыпбековна, үлкен рахмет сізге. Ал енді бізде соңғы әріптесіміз бүгін 1 минут қазір. Тоқтыболатова Асель Төлегеновна. Бүгіннің тақырыбы былай: развитие познавательной активности учащихся СОП от трудностей к успеху. КГУ специальная школа-интернат номер 1 города Кокшетау, управление образования Акмолинской области. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Еще раз хочу назвать себя. Меня зовут Асель Тулегеновна, специальная школа-интернат номер 1 города Кокшетау. Тема моего выступления – развитие познавательной активности у учащихся с особыми образовательными процессами от трудностей к успеху. Все это взято из личного опыта работы. Тема моего выступления близка каждому, кто каждый день заходит в класс специальной школы. Мы часто сталкиваемся с тем, что стандартные педагогические приемы разбиваются о суровую реальность когнитивных нарушений. У наших учеников с легкой умственной отсталостью и умеренной умственной отсталостью крайне низкий уровень мотивации. Их познавательная активность не возникает сама по себе. Главная трудность – это, конечно же, быстрая истощаемость, инертность мышления, фрагментарность восприятия. Они быстро устают, отвлекаются, теряют интерес, если что-то им трудно. Наша задача как педагогов не просто выдать материал, а создать ситуацию успеха, где каждый ребенок поймет: я смогу это сделать. Сегодня я поделюсь с вами конкретными работающими приемами, которые помогают раскачать познавательную активность наших ребят и перевести их от хронической неуспешности к маленьким, но важным победам. Как превратить трудность в успех? Нужно соблюдать правило 3 О. Опора на наглядность, ощутимый результат и оптимальный темп. Первый прием – это материализация абстрактного. Нашим детям тяжело даются отвлеченные понятия. Все, что можно потрогать, должно быть потрогано. И если мы, например, учим с ними счет или состав числа, в ход идут не просто картинки, а реальные предметы. Все вот знают, кто работает в специальных школах. Это могут быть и пуговицы, и шишки, и крупные бусины. И если мы изучаем, например, тему овощи, мы не просто смотрим на карточки, мы трогаем муляжи, нюхаем, сортируем по корзинам, включаем тактильный и кинестенологической памяти. Это первый шаг к активизации мышления. Вторая задача пугает ребенка с особыми общеобразовательными процессами и вызывает отказ от деятельности. Я разбиваю любое задание на маленькие микрошаги. Мы используем визуальные карточки, подсказки, так называемые чек-листы. Например, открой тетрадь, возьми зеленый карандаш,
подчеркни букву. Ребенок видит четкий план и выполняет одно простое действие, получает похвалу и двигается дальше. Это снимает, так скажем, страх ошибок. И третий прием – это удивительное рядом. Внимание детей с умеренной умственной отсталостью крайне неустойчиво. Начать урок нужно с яркого стимула. Это может быть волшебный мешочек, внутри которого спрятан предмет, тема урока, неожиданный какой-то звуковой сигнал, колокольчик или появление игрушечного какого-то персонажа, которому срочно нужна помощь класса. Игровая мотивация для наших детей остается ведущей очень долго, и мы обязаны этим пользоваться. Познавательная активность угасает мгновенно, как только наступает утомление у наших детей. У детей с интеллектуальными нарушениями этот лимит наступает буквально через 7-10 минут однообразной работы. Поэтому ключевой элемент любого урока в специальной школе – это динамическая смена вида деятельности и интеграция охранительного режима. Также мы используем кинезиологические минутки. Вместо стандартных физминуток, допустим, мы делаем упражнения на межполушарное взаимодействие. Такие игры, как колечки, кулак, ребро, ладонь, всем известные, перекрестные движения. Это буквально будит мозг и возвращает концентрацию. Также нужно, конечно, чередовать. Послушали 3 минуты, потрогали предмет, выполнили действие на доске, переместили магнит, закрасили какой-то элемент в тетради. Коллеги, конечно же, успех наших учеников не измеряется оценками в общепринятом смысле. Для ребенка с умственной умеренной отсталостью успех – это самостоятельно просто даже застегнуть пуговицу на уроке труда или удержать внимание на картинке в течение 2 минут. Для ребенка с легкой умственной отсталостью это правильно соотнести цифру и количество предметов без помощи учителя. От трудностей к успеху мы идем через постоянное поощрение. Я никогда не сравниваю, например, детей друг с другом, только ребенка с ним самим вчерашним. Вчера ты смог собрать только половину пазла, а сегодня весь. Ты молодец. Регулярное переживание успеха закрепляет у ребенка желание учиться. Познавательная активность, я думаю, начинается там, где ребенку безопасно, понятно и интересно. Спасибо за внимание. Я так вот кратко по презентации своей выступила. Да,